Жоңғария очерктері. Менің саяхатымды жүрген жерлерінің сипатына қарай екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең менің Жоңғарияға, яғни Жетісу мен Іле сыртындағы өлкеге және Ыстық көлге баруым. Бұл жерлердің физикалық сипаты Сібір штабының түсіріп алған жақсы карталары бойынша да әбден мәлім болатын. Ал ғылыми жағынан оларды Шренк, Влангали, Семенов және Голубев мырзалар зерттеп өткен. Алайда олардың бұл мәліметтері тек физикалық география мәселелерін ғана қамтып, этнография мәселелерін мүлде қозғамаған. Мен Жоңғарияда бірінші рет 1856 жылы болдым. Онда полковник Каментовский бастаған алғашқы Ыстық көл экспедициясына қатыстым. Сонан соң Құлжада 3 ай тұрдым. Сөйтіп Жоңғарияда барлығы 5 ай болдым. Бұл өлкені Алакөлден Тянь-Шанға дейін түгел аралап шықтым. Ал Тянь-Шан тауына сол жылы Жырғалаң өзенін бойлап шықтым. Жоңғар Алатауының бөктерінде терең із бар. Мұны қазақтардың айтуына қарағанда, құландарды қыру үшін Жәнібек хан қаздырған екен. Ханның жас баласы атқа отыруға үйреніп жүрген кезінде, оның атын құландар өз үйіріне ілестіріп әкетіп бала қаза тауыпты. Содан кейін хан Тарбағатайдан Ілеге дейін ор қаздырып, Жоңғарияның барлық құланын соған құлатып өлтіріпті. Одан тек бір ұрғашы бір еркек құлан ғана аман құтылып, Балқаштан әрі өтіп өзінің ұрпақтарына бұл жаққа енді жоламаңдар деп өсиет қалдырыптымыз деседі. Қазіргі уақытта Жоңғарияда екі түрлі халық тұрады. Буруттар немесе нағыз қырғыздар және жалпы алғанда үйсін деп аталатын ұлы жүз қазақтары. Бұлардың арасында масаттанып өздерін көп және күшті халықтың қалдығымыз деп санайтын сары үйсін деген ұрпақ болады. Көптеген қырғыз қазақтардың ертегілерін, мифтерін, эпос жырларын және аңыздарын жинап жүріп, олардың Еуропа халықтарының, әсіресе славяндардың сол сияқты шығармаларының сарындарына ұқсастығына таң қалдым. Бастапқы кезде мен бұл фактыны Абель Ремюзаға еліктеп үнді герман тұқымдарының Орта Азия жерлерінде татар тұқымдарымен бірге өмір сүрген уақытындағы әсерінен және араласып кетуінен болған ғой деп түсіндім. Енді мен бұл мәселені шешудің кілтін ұлы жүз бен қырғыздардың арасынан табармын. Сөйтіп, өз жинағым үшін бай материалдар жинап алармын деп үміттеніп едім, бірақ бұл ойым жүзеге аспай қалды. Мен бұл жерлерден бірде-бір ел кезер әнші, рапсод, бірде-бір жақсы жыршы, кобзарь таба алмадым. Бұған қатты өкінем. Мұнда тіпті өлең жырдың өзін сирек айтады екен. Ал айта қалса, әмән ақ ешкі немесе қара жорға туралы ғана айтады екен. Оның үстіне ән ырғағы әрқашан бойдай талым болып келеді екен. Поэзиядан құралақан қалғанын үйсіндердің өздері де мойындайды. Олар былай дейді: бір кезде өлең жырлар, олардың жанды тұлғасы, жер жүзін кезіп ұшып жүріп, адам баласы ән үйреніпті. Бұл әннің өзі ерке әйел сияқты болыпты. Біреулерде ол ұзақ уақыт қонақ болыпты. Енді біреулер алыстан шыққан даусын ғана естіп қалыпты. Кейде ол үндемей өтіп, қасқырша ұлыпты. Орта жүзде ол қонақ болып жатыпты. Ал біз тек оның даусын ғана естіппіз. Сондықтан оны ұмытып та қалыппыз. Ал мен бұл жерлерде естіген ертектері мен әндеріме қарағанда, әсіресе буруттардың халық поэзиясына қарағанда, біздің қырғыздар мен ноғайлардың әндеріндегі үнді герман сарындары тек славян дүниесімен, руспен араласу арқасында ғана болғандығына көзім жетті. Этнографиялық очерктер, санақ мәліметтері, тарихи хабарлар мен қырғыздардың халық әдебиетінің ескерткіштері менің қол жазбаларымда бірнеше дәптер болды. Мақаламның ақырында, қадірлі мырзалар, мен сіздерді осы кезге дейінгі бүтіндей десе болғандай мәлімсіз болып келген бұруттармен толығырақ таныстырмақпын. Ал ұлы жүз қазақтарына мен мүлде тоқтамаймын. Өйткені олар қай жағынан болса да өздерінің Сібір мен Орынбор өлкесіндегі туыстарына ұқсас келеді. Халық аузындағы нақыл сөздерді зерттеу этнография үшін орасан зор маңызы бар екенін ғалымдар әлде қашан-ақ аңғарған болатын. Өйткені халықтың тұрмысы мен әдет ғұрпы
ондай сөздерден айқынырақ көрінеді. Ескілікті сүю, ескі нақыл сөздерге бай келуге Солтүстік Азия мен Орта Азияның көшпелі халықтарының ерекше бір қасиеті болып табылады. Ондай нақыл сөздер не ру ескерткіштері ретінде, мәселен заң, ғұрып аңыздары ретінде қариялар аузында қасиеттеліп сақталып, не халық жыры түрінде бір ұрпақтан екінші ұрпаққа белгілі жыршылар арқылы жеткізіліп отырады. Қазіргі уақытта қолданылмайтын, айтылмайтын толып жатқан сөз құрылыстары мен сөз жүйелері өздерінің өте ерте уақытта шыққандығын көрсетеді. Шыңғысхан тұқымы өсіп өрбіген Гүлмәлике ханша туралы аңыз бүкіл татар халықтарының арасына тараған.